Біздің қазақтың жігіттері мықты болса, Саинаның бойына қыздар тұрмаған болар еді. Біздің қазақтың жігіттері шын мәнінде намыс қой болатын болса бар ғой, біз біраз нәрселерді болмаған болар еді. Саша Көен жер басып жүрмеген болар еді. Борат, тамты сені, Борат. Боратқа ренжімеңдер. Айтам, қайталап айтам. Боратқа ренжімеңдер. Ешқандай ренжімеңдер. Ана бір кісі бар ғой, қазақтың жігіттері намысты болса, қазақтың қыздары Сайнада тұрмайтын еді, деген бір. Мен соған айтам. Қазақтың депутаттары намысты болса, қазақтан жезөк шоғыз шықпас еді. Соны дұрыстайтын, оңайтын, қолыңда құзыретін, билігің боп тұрып, сендер дұрыстай алмағанда, қазақтың ауылда жүрген мәу деп жағасынан дауыс шықса, мәу деп біреуге алайып қараса, сотталып кететін қазақтың жай ауылда қарапайым жігіттеріне кінә артпа. Ол жігіттерде кінә жоқ. Кінәнің бәрі сол қансорғыштардың, бамперлердің, қазақты теспей соратындардың жақтаушы үгітшісі болған сендер де. Қазақтың жігіттері намысты болса, қазақтың қыздары Сайнаның бойында тұрмас еді дейді. Қазақтың атқа мінерлері намысты болса, қазақ осы күнге қалмас еді. Сендердің барлықтарың қанды қолсыңдар. Сендердің барлықтарың ұлттың алдында кінәлісіңдер. Жай бауырлар, біздің бұл өткенде ғана Боратты ақтап сөйлеген видеомызды сол кезде өшіріп тастады. Бізде соңғы кезде мемлекеттік ұйымдасқан шабуыл күшейді. Екі шабуыл, бірі Қытай Компартиясы жағынан, екіншісі Қытай Коммунистік партиясы Қазақстан ячейкесі жағынан. Анау болды, мынау болды, жаңағы өтірік ақпарат таратты, арандату сипатты ақпарат таратты деп бізге ютубке, фейсбукке үстімізден тоқтаусыз тынбай арыз жазғандықтан біздің каналдарымыздың көрілімі төмен деп арнайы іздемесе көрінбейтін болып қалды. Комментарий жазылмай, лайк басылмай қалды. Сондықтан сіздерге өтініш, осында қазір 320 адам көріп отыр екенсіздер. Дәл қазір міне 318 адам көріп отырсаңыздар, осының барлығын таратып, тоқтаусыз таратып, біздің YouTube каналымызда өте көп ескі лекцияларымыз бар. Қытай қаржысының құпия сыры деген лекцияны кеше фейсбукке қайтадан бір мақала жазып түсіндіріп жарияладық. Қытай қаржысының құпия сыры. Әлемдік 3-ші соғыс Қытайдан басталады деген лекциямыз бар. Дүниежүзілік соғысқа экономикалық үш мысал деген лекциямыз бар. Дүниежүзілік соғысқа экономикалық үш мысал. Сосын Қытай қаржысының құпия сыры. Қытайлар қайтып қаржы арқылы құлдыққа алады. Қалай мемлекеттерді соғыссыз өзінің қарыз арқылы құлдыққа алады. Қалай сол мемлекетте көлеңкелі өкімет құрады. Қайтып сол мемлекеттің сотын, прокурорын, ұлттық қауіпсіздігін, жаңағы атқамінер шенді шекпендісін, бүкіл интеллигенциялысын сатып алады. Соның бәрін дәлелдеп отырып 2017-2018-де лекциямызда сөйлегенбіз. Соның бәрін іздеп тауып бір-бірлеріңізге таратыңыздар. Біз қашанға дейін сөйлейміз, Құдай бізге қашанға дейін қуат береді, дес береді, білмейміз. Қазір аттап бассақ, кедергі, отырсақ опақ, тұрсақ сопақ болдық. Дәл қазір осы сіз бізді көріп отырған кездің өзінде бізге үстімізден жаңағы Қытайдың жалдамалы жазғыштары, жаңағы арнайы өтірік, батыр өтірік оппозиция болып жүрген маймыл әртістері, өтіріктен ұлтшыл болып жүрген, соның барлығы жау болып отыр. Неге? Оның барлығы титушка, оның барлығы қазақ халқына бізді жек көрінішті көрсету керек. Біз сияқты ұйқысы қашқан, мазасыз қазақтар болмау керек. Біз де сол қолымызға қуағашты алып алып, аңырап, мына Фейсбукты аша қалсаң аңыраған қазақ. Атағы шыққаны да, шықпағаны да. Біз де сол бір кезде қалаулайлем, қалаулым, қалаулау деп, мен де отырсам, сонда ұнаймын оларға. Мен де жаңа ғыржың, тұржың қыз, тоқал алсам, ойбай, ой, тоқал алсам десем, соларға сол кезде ұнаймын. Мен де бір діни секта болып, сектен уағыздасам, сол кезде ұнаймын. Немесе өздері қолдан жасаған қалың сектаның біреусі болып, екінші бір сектаға шабуылдасам, сол кезде ұнаймын. Қазір менің бүйтіп халықты геосаяси жақтан бүйтіп оянуға үгіттеген лекцияларым, бірі Қытайға ұнамайды, екіншісі қытайшылдар ұнамайды, Қытай Коммунистік партиясын ұнамайды, Қытай Коммунистік партиясының Қазақстан ячейкасында мүшелерге ұнамайды.
Осы 2-3 күннің алдында Шанхайдың сербіріне шабуыл жасалынып, Қытай 1.950.000, былайынан айтқанда 2 миллион Қытай коммунистерінің тізімдігі жарияланды. Мен сенімдімін, оның ішінде қазақтар бар. Ұйғыр бауырлар сол 2 миллион Қытай коммунистерінің ішіндегі ұйғыр коммунистердің тізімдігін жариялапты, көрдім. Мен әлі ішінен қазақтарды іздеген жоқпын, 100% бар, қазақтарда бар. Сол Қытай коммунистік партиясының мүшесі болған, оның ішінде негрінде жүр, ағында жүр, сарында жүр, неше түрлі ұлттың жүр. Бізде де Қазақстанда соның мүшелері болғандар бар екендігіне мен шүбәсіз сенем. Менің бар айтатыным, халықтың саяси сауатын өсіру керек, халықтың геосаяси сауатын өсіру керек, халықтың психологиялық сауатын ашу керек, халықтың тарихи жадысын қалпына келтіру керек. Кешегі ат тұяғымен Еуразияны таптаған, бүкіл әлемге өркениетті жаратқан және таратқан кешегі көк түріктің тұқымы бүгінгі қазақтардың сол арда өскен асыл рухын қалпына келтіру керек. Кешегі ханына тік тұрып сәлем беретін, ешкімге құл болғысы келмейтін, малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы дейтін, ары үшін жанын құрбандыққа шалатын, жаны үшін малын құрбандыққа шалатын, дүние қоңыз болмайтын, арды бәрінен биік қойған елдік санасы әлде ерте қалыптасқан қазақ дейтін халықты, кешегі Үйсіннің тұқымы, кешегі бүкіл Қытайды шошытқан Үйсіннің тұқымы, кешегі бүкіл Еуразияны жеке иелеген ғұнның тұқымы, кешегі көктүріктің тұқымы, осы қазақ дейтін халықтың тарихи жадысын, саяси санасын сау қалпына келтіру біздің басты мақсатымыз. Мен лекция сөйлеп жатырмын. Ерасыл! Сондықтан бізге шабуыл көп. Сол шабуылдың алдын алу үшін сіздің көмек керек. Әсіресе біздің YouTube каналымызды тоқтаусыз таратыңыз, тоқтаусыз Facebook'қа бөлісіңіз. Ескі лекцияларымыз, жаңа лекцияларымыз іздеп жүріп тауып, экономика туралы, Қытайдың экономикалық шабуылдар туралы көп сөйледік. Сол лекцияларды таратыңыз. Басқа амал жоқ. Ояну керекпіз. Менің оянғаным ұлттың оянғаны емес. Бүкіл халық болып, тұтас қауым болып ояну керекпіз. Кешегі Трамптың сайлауы кезінде бүкіл медиасыз, бүкіл телеканалдарсыз, бүкіл әлеуметтік желісіз Американың халқы қалай Трамптың нақақ екендігін, Трамптың құқы тапталып жатқан Американың халқы білді. Себебі олар сауатты халық. Олардың көз ашылған халық. Олар ана телеарналарға сенбейтіндігін ашық айтып жатыр. Олар ана әлеуметтік желінің монополист капиталистердің бүкіл халықты улап жатқандығын ашық айтып отыр. Американың халқы дәл осы заманда 50 жыл бойы глобалистердің, дүниені соғыспен жаулағысы келетіндердің, дара билеуші монопол капиталистердің батпағына батқандығын енді сезініп жатыр. Ендеше сен де оян, қазақ. Оянған халық, сауатты халық құл болмайды.